Hey, барлықтарыңа сәлем достар. Бұл сендер мен Хадвен. Достар, мен сендерге бір нәрсе айтайын деп едім. Мен соңғы кездері байқағаным, сендер менің әзіліме күлмейді екенсіңдер. Сендер комментарияға күлген смайлик және видео топ, әзілдерін топ деген комментарияға жазбайды екенсіңдер. Мен осыдан кейін өзімнің әзіл айта алмайтынымды түсіндім. Сондықтан мен келесі видеоларымда әзіл қолданбаймын. Онда біз өз видеомызға кеттік. Достар, мен сендерге бүгін топ 3 или топ 2, дәл менікіндей видеоға ойынның фонын қалай және де қайдан алуға болатынын айтамын. Ең бірінші, менің ойымша барлығына айқын әрі түсінікті бұл видеоны өзің ойын ойнап жасау. Яғни бұл әрине сіздерге қиын сияқты көрінуі мүмкін, бірақ та бұның барлығы өте оңай. Яғни сіз өзіңіздің кез келген мысалға компьютеріңізді алып, мысалға сіз Bandicam немесе Shadowplay және де Fraps деген сияқты приложенияларды скачать етесіз де өзіңіздің компьютеріңізге. Сіздің компьютеріңіз нормальный ойындар көтеретін және де видео түсіруге келетін және жақсы графикасы бар ойындар көтеруге келетін болса, онда сіз өзіңіздің видеоңызды, яғни ойынға кіріп, сол жерден түсіре аласыз. Бұл және өте оңай және де бұның ешқандай қиындығы жоқ. Мысалға, сіз егерде басқа мысалға тәсілдерде сізге авторский право беру мүмкін деген қиындықтар болады. Яғни сізге егерде авторский право беріп жатса, сіз яғни басқа біреудің контентін қолданғаныңыз үшін егерде сіз біреудің видеосын скачать етіп алсаңыз, яғни сіз өзіңіздің контентіңізді яғни өзіңіз түсірсеңіз, сізге бұл безопасный және де сіз ешқандай қиындықсыз, ешқандай қорықпайсыз. Сізге авторский право келуі мүмкін және сіздің видеоларыңызды заблокировать етіп тастауы мүмкін, сізге монетизация қоспай қоюы мүмкін деген сияқты нәрселерден қорықпайсыз. Сондықтан да өзің түсірген өте пайдалы. Міне осылай менің ойымша бұл бірінші тәсіл деп айтамын. Достар, бұл тәсіл қазір менің видеомда яғни көбісі көретін адамдарға арналады. Яғни сіздің егерде барлығында көбінде слабый компьютер болуы мүмкін. Сіз егерде ондай слабый компьютер болса, сіз осындай ойындар түсіре алмасаңыз, және сізде графика болмаса, яғни менің қолданатын тәсілімді қолданыңыздар. Яғни мен қазіргі уақытта YouTube'да No Copywriting Gaming дегендер каналдар бар. Яғни ол каналдары сіздер өздеріңіздің видеоларыңызға керекті фонды таба аласыздар. Және де олар сіздерге сіз оны қолдансаңыз, сіздерге авторский право ешқандай бермейді. Және сіздердің видеоларыңызды заблокировать етпейді. Яғни бұл өте тиімді тәсіл, бірақ та әрине бұл безопасный емес. Ол сізге яғни сіздің өзінің контентін использовать етті деп кез келген уақытта сізге ол мысалға сізге страйк лақтыра салуы мүмкін, немесе сіздің каналыңыздың мысалы немесе видеоңызды заблокировать етіп тастауы мүмкін. Яғни бұл енді 99%-ға ешқандай безопасный, бірақ та 1%, яғни ол сізге әрине қиындық болуы мүмкін. Мысалға басқа біреу мысалы канал сатып жерсе, сіздің менің контентімді алды деп басқа біреу оны мысалға сізге страйк тастай салуы мүмкін деген сияқты. Яғни 1% ол кез келген нәрсе болуы мүмкін. Яғни 1%-лық сондай қаупі бар. Ал сіздің өзіңіз түсірсеңіз ешқандай қауіп болмайды. Міне достар, бізде осымен видео аяқталды. Мен сіздерге осылайша екі тәсілін айттым. Қалайша видеоға осындай фондарды, меніңкі сияқты фондарды алу керек екенін. Енді сіздер өздеріңіздің қалай ондайларды қою керек екенін білдіңіздер деп ойлаймын. Және де білсеңіздер, әрине видеоға лайктарыңызды басыңыздар. Және де видео осы сіздерге тиімді болса, керекті өздеріңізге мәліметті алсаңыздар, әрине лайктарыңызды басыңыздар. Және де арнаға осындай видеоларды және тағы да басқа шығатын видеоларымды көргілеріңіз келсе, әрине каналға өтіп өздеріңіз көріңіздер. Және де келесі шығатын видеоларын көру үшін әрине арнаға тіркеліп, колокольчикті әрине басып қойыңыздар. Онда менің осымен видеом аяқталды. Барлықтарыңыздың осы уақытына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Және де барлықтарыңызға үлкен рахмет айтамын. Және де осымен видео аяқталды. Барлықтарыңыз сау болыңыздар.